Сәлем қыздар, сәлематсыздар. Біз дене жаттығуын бастаймыз. Баршаңыз қош келдіңіздер дене жаттығуына, бөлісе отырыңыздар. Сәлематсыздар. Баршаңызға қайырлы таң. Сәлем достар, сәлематсыздар. Қайырлы таң, дене жаттығуын бастаймыз. Лайктарыңызды басыңыздар, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Лайк біздің неміздің жақсы жүруіне жақсы көмектеседі қыздар. Лайк басамыз. Чтобы это көрініп тұру үшін. Лайк басамыз қыздар. Дене жаттығуын бастаймыз. Сәлем достар, баршаңызға сәлем. Дене жаттығуын бастаймыз. Кеттік. Аяғымызды кішкене осылай қоямыз. Былай. Біздің аяқ осылай тұрады. И біз қолымызбен жоғары қарай. Кеттік. Бір, тазды барынша артқа қарай. Тазды барынша артқа қарай. Денені біз тазбен ұстаймыз. Түсіндіңіздер ғой да? Кеттік. Лайктарыңызды баса отырыңыздар, қыздар. Лайк баса отырыңыздар. Бір, екі. Ана тізе шығып кетпеу керек. Біздің таз барынша артқа қарай. Біз сол кезде пресет жасап, қолымызды осылай жасаймыз. И өте жай осылай тұрамыз. И қолымызды барынша жоғары қарай. Барынша жоғары қарай тартыңыздар. Үш. Демаламыз жоғарыға барғанда деп созыламыз. Кешегі түнде ұйықтаған бүткіл денеміздің құрысқандарын бәрін созамыз. Енді біз қолымызды аламызда, мына аяқ на ширине плеч тұрады. Үйтемізде кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Мына қолды барынша төмен, мына қолды барынша жоғары. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8, 9, 10. Қолды алдық. 1, 2, 3. Лайк басамыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қолды аламызды. 1, барынша өте төмен қарай, шынтақты төмен қарай жай осылай түсіреміз қыздар. Лайк басамыз қыздар. Лайк аз. Лайк қыздар. Лайк басамыз қыздар. Все нормально, көрініп отыр ма? Денені кішкене қыздырып аламыз. Кеттік. 1, 2. Жетпіс сегіздер қайда менің құрдастарым? Давайте қосылыңыздар. Кім 78 қосылсын. Бізде биыл 30 жылдық қыздар. Поэтому 78-дерге жалынды сәлем. 30 жылдықтарыңыз қалай жақсы болайын деп отыр ма? 1, 2, 3, 4. Түсірдік. Шынтақты төмен түсірдік. Сол кезде біздің артымыздағы жауырын бай төмен түседі. 8, 9, 10. Енді қолымызды аламыз. Былай. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кеттік, енді біз аяғымызды. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді аяқты көтереміз, тек мына үш жерден. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Аяқты көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Наоборот. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Қосылыңыздар, қыздар. Қосылыңыздар. Лайк басамыз, лайк. Лайк басамыз. Енді біз аяғымызды жасап алдық. Былай 1, 2, 3 деп. Енді алдыға қарай. 1, 2, 3, 4, 5. Осы жаттығу дейді. Қай жерден кірдіңіздер, сол жерден қосыла беріңіздер. Кеттік. 1. Біз түндегі денені ұйқыдан оятып жатырмыз. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И восьмерка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қыздар, осындай белдік па, осындай бір нәрсе аласыз да. Любой осындай ұзын зат, осыны аламыз да, біз кеттік. Былай жасаймыз. 1, кішкене осанкамызды. Түнде біз мұжырылып ұйықтадық. Біз білмейміз қалай ұйықтағанымызды. Осындай, егер қасыңызда бұндай жоқ болса, просто былай жасай беріңіз. Деп. Бірақ негізінде мынамен жақсы. 2, 3, 4, 5. И қоямыз да кеттік. 1, 2, 3. Оқтау жақсы екен қыздар. 4, 5, 6, 7, 8. И былай аламыз кеттік. 1, и 2. Ой, мына жіппен болмайды екен. Былай жасайын. 1, и 2. Ладно, все. Жіппен бол келістіремадым. Енді қыздар, біздер үйде капрон колготки болса болады. Негізінде осындай жақсы, осындай заттарды алғаныздар. Бұлар біздің өте керемет денемізді бір мынандай мускул шығарып жібермейді, әйтеуір подтянутый дене бар. Түсіндіңіздер ғой, да? Мына осындай резинкалар, бұларға көп ақша тұрмайды, қыздар. Көп ақша тұрмайды. Бұлар осыны алып, осымен айналысуды іске қосыңыздар. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Tағы да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Былай жасаймыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді мына жаққа қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соңғы рет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Как бесится. Енді аламыз да бір қолымызбен былай тұрамыз. 1, қараңыздар. 2, барынша. 3, 4, и 5. Екінші жақ. 1, 2, 3, 4, и 5. Күшті прям қолды качать етеді екен. Енді біз қыздар төменге түсеміз. Денені қыздырып алдық. Біз денемізді қыздырып алдық. Енді біз төменге түсеміз. Сіздер просто істей бересіздер, мен мынамен жасаймын. Лайк басамыз, қыздар. Лайктарыңызды жаудырыңыздар. Біз бірінші, давайте аяғымыздың несін тартып алайық. Бүткіл тырысып атқан. Осай отырасыздар мені. Осай отырамыз, қолымызды былай ұстаймыз, кеттік. 1, и 2. Кішкене аяқтың апоневрозын тартып алайық. 3, 4, 5. И осындай бір затқа аяғыңызды қоясыз. Осылай қоямыз да, и біз алдыға қарай былай тұрамыз. 1, не қылмау керек, былай тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ осылай қоямыз, и біз алдыға қарай осылай жылжимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қандай рахат. Осылай созып алдық. Енді біз ягодицамен жұмыс жасаймыз. Кидік. И 4 аяқтап тұрамыз. Қараңыздар. 4 аяқтап осылай тұрамыз. Кеттік. 1, 2, 3, мен қатты екен. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да екінші жақ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И жоғары қарай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді бай. 1, 2, 3, 4, 5. Ягодица горит. 1, 2, 3, 4, 5. На мощный вообще қатты екен, вообще мощный прям. Тағы да кеттік. 5-5-тен жасай берейік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді кішкене осылай жатамыз мұны. Осылай жатамыз и басымызды мына біздің ойылып кеткен омыртқаны жоғары қарай итереміз. Сіздер ішімізге бір затты қойсақ болады, чтобы ары қарай итеру үшін. Осыны қойып, осының үстіне осылай жатамыз мұны. Ең бастысы біз мына жердегі ойылған омыртқаны ары қарай шығару керек. 1, 2, 3, 4, 5. И заодно жаңағы біздің качать еткен мышцаларды біз созып алуымыз керек. Растяжение жасауымыз керек. Екінші подход. Поехали. Давайте, екінші подход, қыздар. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші аяқ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Кішкене осылай қимылдайық. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5-тен артық жасай алмай жатырмын. Мынау деген прям мощный екен, қыздар. Прям қатты мощный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демаламыз. Ішімізге мынандай қоямыз, сөйтеміз да, мынаны қойған кезде біздің ішек қарынды былай қарай итереді, и біздің ойылып кеткен мына омыртқамыз шығады. Бел омыртқа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аламыз да, и біз бір жаққа қарай былай отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі жаттығу. Бір аяққа бүткіл салмақты мына аяққа саламыз. Екінші аяқ мына жақта тұрады. Сөйтеміз да біз осылай мына неден бөлінеміз. Біздің мына денемен аяқтың
жалғасатын жері бар. Осы жерден біз осылай бүгілеміз. Сөйтеміз да біз 1 и былай бұрыламыз. 2 3 4 5. Сіздер без резина жасай беріңіздер. 1 2 3 6 и былай бұрыласыздар. Бұл біздің еще мына жамбас сүйегімізге де жақсы, қыздар. 8 ой 7 1 2 3 пружин. 8 1 2 осылай тұрамыз. И пружин 1 2 3 и 9 тұрамыз. И пружин 1 2 3 тағы да 10 1 2 3 1 2 3 и келесі аяқ. Алдыңғы аяқты алға қоямыз. Сөйтеміз да бүткіл салмақ осы аяқта біздің денемен аяқтың бірігетін жерін біз осы жерден бүгілеміз. Сөйтеміз да денені біз ягодицамен ұстаймыз. Белмен емес, ягодицамен денені ұстайсыз. Мына аяқ артта, бүткіл салмақ мына аяқта. И біз осылай аламыз да 1 и кішкене пружин. И былай 2 тізе шығып кетпеу керек. Тізе шығып кетпеу керек. Ягодица бүткіл артта и денені ягодица ұстап тұр. 2 3 4 1 2 3 и пружин. Барынша артқа и бүткіл салмақ осы аяқта денені ягодица ұстап тұр. И біз пружин жетеміз. 1 2 3 1 2 3 5 6 бүткіл салмақ осы аяқта и 1 2 3 7 8 9 1 2 3 и 10 1 2 3 пружин етеміз. Енді біз аяғымызды былай жасаймыз, и дәл осы жерден былай бүгілеміз, мына жерден. Денемен біздің аяқтың несі қосылатын жері. Сол жерден біз бүгілеміз, сөйтеміз да біз денені осылай качать етеміз. И денені біз ягодицамен ұстаймыз. Кеттік. 1 и бүткіл біздің салмақ өкшеде. Біздің тізе, аяқтың алды бос. Бүткіл салмақ ягодицада и өкшеде. И біз кішкене коврикті екі жаққа қарай бай тартуға, екі жаққа қарай коврикті. Как будто осылай екі жаққа қарай бай тартуға тырысамыз, бірақ коврик тартылмайды ғой. Сол кезде бізде вообще напряжение күшті кетеді. Осылай бөліндік и денені осылай пружин етеміз. И аяғымызбен біз осылай тартамыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Осылай жасалдық. Енді кішкене бай отырамыз. Бүткіл салмақ мына аяқта. Мына аяқты на весу ұстаймыз. Кеттік. 1 2 3 4 5 6 7 8. И таз артта денені біздің ягодица ұстайды. Бел ұстамайды. 1 2 3 4 5. Енді біз бүткіл салмақ мына аяқта. Осы аяққа бүткіл салмақ түсіреміз. Мына аяқ на весу.
біз былай бүгілеміз, денемізді, біздің денемізді ягодица ұстайды. Сөйтеміз да, кішкене өкшеге қарай салмақты жібереміз. И навесу кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші подход. Осылай бүгілдік. Именно біздің денемен аяқтың бөлінетін жерінен біз бүгілеміз. Сөйтеміз да, біз денені ягодицамен ұстаймыз. Ягодица денені ұстайды. И бүткіл салмақ өкшеге кетеді. Тізе бос, алдыңғы аяқ бос. И сөйтіп біз бір аяқты көтереміз. Бір аяқ мына салмақ саламыз. Түсінікті ғой да? Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Тағы да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Үшінші подход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Бөліндік. Ягодицамен денені ұстаймыз. Бүткіл салмақ өкшеге жібереміз. Алдыңғы тізе, аяқ бос. Денені біз ягодицамен ұстауға тырысамыз. Түсіндіңіздер ғой да? Аяқтың алды бос, тізе бос. Барлық салмақ ягодицамен өкшеде. И осылай бұрылып кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Ой, рахмет, қыздар. Енді біз ішке өтеміз. Резинка керемет, вообще суперский екен. Мощный не береді. Сүлгі ма, полотенце ма, бір нәрсе алыңыздар, осылай шиыршықтап. Сөйтіп біз қазір беліміздің астына қоямыз. Белге емес, 8 көзге қоямыз. 8 көзге қоямыз, осылай. Поехали. Преспен жұмыс жасаймыз. Бірінші қолымызды алып, созылып алайық осылай. Аяғымызды түсірдік. И қолымызды жоғары қарай созылып алайық. Аяғымыздың ұшын бұлай жасаймыз. И қолдың ұшын бұлай жасаймыз. Осылай кішкене созылып алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Все созылып алдық. Енді біз осылай 8 көзге қоямыз. Белге емес, 8 көзге. Аяғымызды көтереміз, қыздар. И кішкене аяқты біз осылай көтергенде кішкене навес ұстаймыз. Жетеміз де кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Аяқты бұлай жақын ұстамаңыздар. Навесу кішкене. Сол кезде біздің іш напрягается. Сосын бар 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И аяқты біз жинаймыз. Жетеміз де өз бізге қарай тартамыз. Осылай жатамыз. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші подход. Тағы да аяқты ұстаймыз. Мұны осылай. И кішкене навесу кетеді. И кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. И кішкене өзімізге былай жиырамыз. Өйткені біздің белімізге салмақ түспеу керек. И кішкене 1, 2, 3, 4, 5. Енді дәл сол осылай позиция. Осы позиция. Енді біз аяғымызды осылай көтереміз. И кішкене на весу ұстаймыз. Сөйтеміз былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И өзімізге қарай жиырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. Екінші подход. Аяқты көтереміз и кішкене ары жібереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Осылай ұстаймыз. И жатамыз осылай. И былай да кішкене қозғалсақ болады. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да үшінші подход. Аяқты көтереміз. И кішкене на весу жібереміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И өзімізге аламыз. Сөйтеміз да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И енді біз аяғымызбен 1, 2, 3, 4, и 5. Обратно. 1, 2, 3, 4, 5. Валикті алып тастаймыз. Осылай жатамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Осылай денеміз былай түскен кезде, мына жақтан прям тартылысты сезінуіміз керек. 15, 16, 17. Мына көрдіңіздер ғой да? Біз аяғымыз былай түскен кезде, мына жақтан былай тартылыс кету керек. Былай. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25. Енді аяқты кішкене ашамыз, қараңыздар. Сөйтеміз де 1, мына, көрдіңіздер ғой, енді мына жақтан тартылыс кетеді. 1, 2, қаншалықты денеңіз сізді жібере алады, соншалықты жасаңыздар. Может, бір адамдарда тек былай болады жар, болды, ары қарай түспейтін жар. Нормально жасай беріңіздер. 2, 3, задержка. Мына, енді мына жерден тартып жатыр. Жаңа біз мына жақтан тарттық қой да, мысалы, жаңа біз былай жасаған кезде, былай жасаған кезде, біз мына жақтан бәрін тарттық, енді біз алды жағын тартып жатырмыз, қыздар. Түсінікті ғой да? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді біз екі аяқты аламыз да, екі аяқты да аламыз да, бұлай жатамыз. Егер кім жатамайды, просто жаңағыдай жасай беріңіздер.
осылай түсіреміз. Міне осылай. Енді аяқты екі тізені былай қойдық міне. И қолымызды былай аламыз да кеттік. 1, 2, кім жасай алмайды, жаңағыны жалғастыра береді. Бірінші позицияда болады. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Сәлематсыздар, сәлематсыздар. Мен ешкімді көріп отқан жоқпын, кім не жазып отқанын білмеймін. 8, 9, и 11, 2, 3, 4, 5. Мына қолымызды бүйтіп, мына жақ басымыздан асырамыз. И аяқ былай, көрдіңіздер ғой да? И осылай жатамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барынша шынтағыңыздан ұстап, мынаны көтеріңіз. Барынша тартыңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қолымызды жібереміз. Аяғымызды орнына қоямыз. Енді біз бір аяқты былай түсіреміз, и бір аяқты былай. Осы жаққа қарай қоямыз да, екінші қолымызбен біз былай жатамыз. Қазір мен ана нені ары қояйын, сіздерге көрінбей жатыр. Штифті. Арықтама дейді. Әңгіме арықтауда емес, қыздар. Вот. Қараңыздар. Бір аяқты түсірдік, и біз бір аяқпен осылай. Мынаны қойдық, и мына қолымызбен осылай жатамыз. И басымызды осылай бұрамыз кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Мына аяқ көтеріліп кетсе, ничего страшного. 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз қолдың позициясını өзгертеміз. Қолды былай созамыз, қыздар. Жаңа біз былай создық қой да, енді біз қолымызды былай созамыз. Осылай жатамыз. 1, 2, барынша. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай істейміз. Екінші жақ, екінші мына аяқты түсіреміз. И біз былай кетеміз, мына қолмен ұстап, и мына қолмен біз ол жаққа қараймыз мұны. 1, 2, 3, не важно. Не обязательно да қолға түсу тізеңіз. 3, 4, жайлап бәрі келіп. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз мына қолды былай созамыз, қыздар, мұны. Былай. Ұстап тұрамыз, кет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай жатамыз. Былай да қоямыз. Енді біз аяқтың ұшын былай қоямыз. Кетеміз да, біз аяқты былай бұрағанда басымыз былай бұрылады. Былай бұрағанда бас былай кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Аяқты ауыстырамыз. Мына аяқты ең жоғары қоямыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз аяқты просто осылай қоямыз, аяқты былай жатқызамыз. Былай қозғаған кезде басымыз қарама қайшы жаққа қарай қозғалады. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді тізе. Кеттік. 1, 2. Бұл жаңа біз аяғымызды қосып, былай жасатқы, ол басқа жаттығу. Ал енді аяқты ашып, былай жасау, бұл басқа жаттығу, қыздар. Түсініңіздер ғой да? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайтадан валикті аламыз. Валикті осы жерге қоямыз. Енді біз
тағы да аяғымызды көтереміз. И кішкене на весу ұстаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқты қойдық. И кішкене жаңағы ауырған белді төмен қойдық. Төмен неге қоямыз? Коврикке. Мына жерде бізде не тұр? Валик тұр. И кішкене көрініп тұрған ішті бет ішке кіріп жібереміз да, позвоночникті біз неге қоямыз? Коврикке қоямыз. Прям қоюға тырысамыз. Қоясыздар. Осылай тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қайтадан кеттік. Аяқты на весу ұстаймыз. 1, 2, 3, 4. Нерден былай істемейміз, қыздар. Аяғымызды кішкене былай істейміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Қойдық аяқты. И біз енді мына жерде белді коврикке қоямыз. Қойдық. Коврикке қоюға тырысамыз. Сол кезде бел жаңағы майысып кеткен, қайқайып кеткен бел омыртқа барлық қыздарда былай кіріп кеткен, былай қайқайып, қайқайып былай кіріп кеткенді, сол орнына қоямыз. Таз жоғары қарай бұраймыз, тазды тазды жоғары қарай бұрамыздар. Алдыға қарай тазды бұраймыз и белді коврикке қоюға тырысамыз. Осылай жатамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші подход. Қайтадан белді ол жерден аламыз. Үйтеміз де аяқты көтереміз. Аяқты бұлай ұстамаймыз. Аяқты кішкене на весу ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И тағы да енді мына белді коврикке қоямыз да и жамбас сүйекті алдыға қарай, как Майкл Джексон бұрамыз. Сөйтеміз да бел омыртқаны қолға қоямыз. Осылай жатасыздар. Мына валикті ары неге қоясыздар? Құйымшақ жаққа, и біздің бел плотно неге түсу керек. Осылай демаламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осылай кетті. Енді біз планка жасаймыз, қыздар. Планка өте упрощенный планка. Ол планка кәдімгі диастазы бар қыздарға өте керемет. Біз планка міндетті түрде былай тұрасыздар. И бір аяқты созамыз, и осылай тұрасыздар. Біз планка жасаймыз. Планкада былай болады. Біз планканы былай жасаймыз, қыздар. Тізені көтереміз, осылай тұрамыз планкада. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Қойдық. Тағы да біздің денеміздің салмағы тепе-тең болу керек. Аяққа да, қолға да тең түсу керек, қыздар. Или артта, или алда кетіп қалмау керек. Екеуінде тепе-тең болу керек. Енді біз тағы да көтердіміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Енді біз осылай планка істеп тұрған кезде екі тіземізді бір-біріне қарай осылай қимылдатамыз, екі тізені. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Түстік, кішкене. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші подход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Үшінші подход. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз осылай тұрамыз. Осылай тұрамыз да бір аяқты былай жасаймыз. 1, 2, 3 деп. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тағы да кеттік. Ең соңғы. Тұрдық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Осылай жасадық. Енді біз тіземіздің арасына валик. Осылай валикті қысып тұрып, осылай тұрамыз. Сөйтемізді 1, 2 деп жасаймыз. Кеттік. Любой сүлгі болсын, жастық болсын, бір нәрсені осылай қысыңыздар. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5. Поехали тағы да. Қыстық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да. Үшінші подход. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді аламыз да, осылай былай тұрамыз мұнда. Осылай тұрасыз. Кажу, не былай. Супер. Енді осылай аламыз, былай тұрамыз. Собачка морда вниз. Осылай тұрамыз. И денемізді екі қолдың астына тұрамыз. Денемізді екі қолдың арасына кіргізуге тырысамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз кішкене аяқты былай бүгеміз. И аяқты бүгіп, сосын осылай тұрамыз. Аяқты бүгеміз, тізені бүгеміз. И 8 көзді құйымшақты жоғары потолокқа қарай тартамыз денемізді. И содан тағы да былай жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қайтып орнымызға келдік. Енді бай, аяғымызды бай көтереміз. Осылай тұрамыз. Аяқты сол жаққа жібереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да екінші жақ аяқты көтереміз и бұрыламыз.
1, 2, 3, 4, 5. Аяқты жоғары көтереміз и бұрыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Аяқты жоғары көтереміз и бұрыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Тогда аяқты көтереміз и бұрыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қолымызды ашамыз, кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз қолымызды кішкене жақындатамыз да. Қолды кішкене жақындатып, біз 2 лопатканың ортасына денемізбен түсеміз. 1, 2 деп түсіндіңіздер ғой да? Кеттік. Қолды қосайық. 1, 2, 3, 4, 5. Бір қолды аламыз. Шынтақпен 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай жауырымызды созып аламыз. Енді бір қолымызбен бұлай жатамыз, и бір қолмен осылай. Бір қолмен бұлай, біз бір қолмен бұлай ашыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз бір қолымыз ұстап тұрамыз да, иығымызбен артқа қарай. Қазір қалай істеп болады? Мына қолымызбен біз мына жерден ұстаймыз. Бүйтеміз, иықпен біз артқа қарай денемізді итереміз. Сол кезде бізде жауырында тартылыс болады. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Екінші жақ. Осылай кіреміз. Сөйтеміз да, екінші қолды былай ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді мына жерден плотно ұстаймыз. Сөйтеміз да, біз денемізді ары қарай, мына жаққа қарай итереміз. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда жауырын ашылады. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Супер. Шашын жинап алайық, қыздар. Шығып кетейік. Енді қыздар, біз енді денемізді созамыз. Осылай ұстаймыз да, кеттік артқа қарай. Осылай артқа қарай. 1, 2, артқа қарай, осылай 8 көзбен денеміз тартамыз. Мына жер плотно. 8 көзбен денені тартасыздар. И осылай тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз бұлай пружин етеміз. 1, 2, 3, 4, 5. И 8 көзді осылай қимылдатасыздар. 1, 2, 3, 4, 5. И 8 көзден артқа қарай тартасыздар. Жамбас сүйекпен артқа қарай. Мына қолмен алдыға қарай. И пружиним. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз мына қолды былай жасаймыз, былай істейміз. Бір қолды былай кет. И 8 көзбен тартыламыз. Бүткіл нәтижені сеземіз. 1, 2, 3, 4, 5. И пружин етеміз. 1, 2, 3, 4, 5. И былай. Осылай. И 8 көзбен тартыламыз. 1, 2, 3, 4, 5. И 1, 2, 3, 4, 5. Можно былай да жасау болады. Екі мынандай нені қойып ортасына. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай пружин етсек, біздің осанка түзеледі.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Енді біз эфирдің соңында, қыздар, біз валикке жатамыз. Валикті біз неге қоямыз? Біздің мына бюстгальтердің тұсына валик қоямыз. Сөйтеміз да біз 5 минут осы жерге жатамыз. Біздің бұл осанкамыз. Қараңыздар. Осы валикті қоямыз. Сөйтеміз да аяқтың ұшын бір-біріне осылай, и қолдың ұшын бір-біріне осылай біз осылай созыламыз. Мына қараңыздар. И аяқтың ұшы былай тұрады. Екі үлкен саусақты қосасыздар. И мына жақтан біз екі мына шынтақты қосып, осылай жатамыз, қыздар. Мына осылай жатасыздар. Мен әрине санаймын. Кеттік. 1:30-ға дейін санаймын. Негізінде 1 минут жату керек, жоқ дегенде. Жоқ дегенде 2,5 минут жату керек қой. Жоқ дегенде. На самом деле 5 минут, қыздар. Просто мен эфирде болған екен сіздерге көрсетіп отқаным. Сіздер қазір осылай жатсаңыздар болады эфирден соң. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 60-қа дейін сайын салайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Енді біз аяғымызды бабочка қыламыз. Бұлай жинаймыз аяқты. И қолды бұлай әкелеміз. Өстеміз. Көріңіздер одан мұны? Бұл жерде бізде тазовый не ашылады, күшті ашылады. И қолды бұлай қоямыз. Сөйтеміз де аяғымызбен бабочка жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И бұлай қозғаймыз енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Мен кішкене экраннан шығып кетпейін. Жылжайын. Қазір жоғары жаққа не жасаймыз. Кішкене жылжайын. Енді аяқ бабочка. Енді қолды аламыз, қыздар. 1, 2, 3, тартыламыз. 4, 5, тартыламыз. Бұл осанканың жаттығу. 6, 7, тарттық. 8, 9, тарттық. И 10, тағы да тартып жатамыз осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қолды бұлай аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, тартыламыз. 9, и 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді біз аяғымызды жинаймыз. Үйтеміз да затылықтан былай ұстаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Аяғымызды осылай жібереміз. Қолымызды жоғары қарай осылай қоямыз. И тартыламыз. Аяғымыздың ұшын прям былай тартасыздар. Прям былай ұшынан тартыңыздар. И қолыңызды осылай ұстап алып, осылай созыламыз да, и есінейміз, қыздар. Деп, как будто да есінеп созыламыз ғой, солай есінейсіздер. Тағы да есінейміз. Созыламыз, и созылғанда есінегенде бүткіл біздің денедегі фасы, шандырлар, байламдар барлығы былай созылады, қыздар. Тағы да. Деп, енді аяғымызды жинаймыз. Бір жаққа қарай осылай. Бір жаққа қарай осылай бұрыламыз. Кішкене жатамыз. 1, 2, 3, 4, 5. И мына аяқты созамыз да. И біз осылай тұрамыз. Осылай орындарыңыздан тұрасыздар. Қазір верификация сұрап жатыр. Кім мен жасадым, молодец. Бірде 9 ғана ғой, құрсын қыздар, ұят емес, лайк бассаңыздар. Лайк басып жіберіңіздер, мен қазір сіздерге керемет техника көрсетемін. Тілді созу техникасын көрсетемін. Еще біздің екінші подбородок қара терге түстім дейді. Мен жасадым дейді, ілес алмай қалдық қой дейді, жандарым сақталады. Қазір енді мұқият қараңыздар. Ақтолқын, Майя, Гүлеке. Рахмет сіздерге. Мен бірге қосылып жасағандағыңызға. Қараңыздар. Қазір біз мынандай техника сіздерге көрсетем. За то, что вы менімен бірге супер айгүл. Менімен бірге осыны айналысқандарыңыз үшін сіздерге қазір бонусны керемет остеопатический техника көрсетем. Дәурен қоя қойшы. Қараңыздар. Лайктарыңызды басып, қарап отырыңыздар, хорошо? Біз бір қолды, біз тілдің қазір түбін созамыз. Өйткені біздің тілдің түбі, мына жерімізде тілдің түбі. Сәлематсыз ба? Мына жақта бұлшық етпен мына жерге келіп жалғанады. Бізде мына жерде бұлшық еттер бар да, осы артқы трапециевидный бұлшық еттермен біздің мына жерге келіп жалғанады, желкеге. И сол жаққа қарай біздің тіл байланады. Былайша айтқанда, тілдің бұлшығы ары қарай жалғасады да, осылай бүйтіп. Енді жаңа ғана біз сол бүкірлікке керемет жаттығу жасадық. Енді сіздер бүйтесіздер, лайктарыңызды басыңыздар, қолымызды біз былай артқа қарай жібереміз міне. Сөйтеміз да біз міне басты, осылай мына иыққа қарай басты осылай құлатамыз. Сөйтеміз да кішкене басты біз жоғары қарай кетіреміз да, и тілді шығарамыз. Сол кезде сіздің міне жеріңіздің бәрі напрягация етіледі. Тілдің бұлшық еті осы бұлшық еттермен байланысты, қыздар. Кайф болсай дейді. Неге сөйлей берсін? Арамызда сондай бір прикольшіктер, сондай күлдіріп отыратындар да керек қой.
Не айтса ол айта берсін, қыздар. Қараңыздар, лайктарыңызды басып, мені мұқият тыңдаңыздар. Осыны есіңізге түсті жасайсыз. Бұл әрі біздің тіліміздің түбін босатады, сіздің тіліңіздің жоғары деп жоғарыға ұстап, мұрынмен демалуға көмектеседі, қыздар. Мен жаңа қосылған едім, үлгере алмай қалдым дейді. Қыздар, клубқа жазылсаңыздаршы, бағасы 5.000 теңге. Сол клубта осы эфирлердің записі болады, қыздар. Понимаете? 5.000 деген не ол? 5.000 деген ана магазинге мороженыйға барғанда жоқ болып кететін нәрсе. Түсіндіңіздер ма? Поехали. Қолымызды алдық, міне. Артқа міне барынша қойдық. Міне. Былай да ұстап тұрсаңыздар болады, міне. Добре. Рахмет. Жаза бер құрсын. Демократия заманда біз ешкімге жазба деп айта алмаймыз. Қазір демократия. Ойын тіке айтатын заман. Айта беріңіз. Тек шеттен шықпасаңыз бұл. Алып кеттік, міне. Осылай қыламыз, басты. Мына иыққа қарай шалқа. Кішкене артқа қарай. Қатты былай шалқаймайсыздар. Кішкене артқа, мына жердегі тартылысы сезесіз ғой. Сөйтеміз да. Түсінікті ма, қыздарым? Менен бірге қосылып жасаған қыздарым түсінікті ма сіздерге? Екінші жақ. Менен бірге қосылып жасаған қыздар. Түсінікті ғой да, екінші жақ. Қолымызды мына жаққа қарай жібереміз. Бір қолмен ұстаймыз. Сәлематсыздар. Міне, осылай бетіп ұстайсыз, тартасыз. Басты біз мына жаққа қарай. Енді басты мына иыққа қарай түсіреміз, қыздар. Осылай түсірдік. Кішкене бас шалқаяды ары қарай. Осылай тұрдық та, тілді шығарамыз. Кімнің міне жері білінді. Менікі мысалы білінді, қыздар. Кімдікі білінді. Кімнің міне жері арқасынан бай сызық кетті. Білінді. Осы біздің тілмен өшер біздің қыздар взаимосвязаны. Кеттік тағы да жасаймыз. 2 рет мына жаққа, 2 рет жақ мына жаққа. Менің дейді. Осы жаттығуды қыздар күнде 5-6 реттен жасайсыздар. Кеттік, ұстадық. Қолымызды артқа жібердік. Міне. Міне жерден ұстап, бұлай тартасыздар. Сол кезде біз басымызды бұлай мына иыққа қарай қарама-қарсы жаққа осылай тартамыз. Кішкене басты шалқайтамыз, артқа қарай шалқайтасыздар. Тілді шығарамыз. Міне жерде тартылыс кетеді. Бұның барлығы біз ауыр көтереміз да, неше түрлі. Ауыр көтереміз, ананы жасаймыз, мынаны жасаймыз да, бәрі мыналар тырысады. Осы тырысқан кезде сіздің тіліңізді артқа қарай тартып кетеді. Сіздің тіліңіздің положениясы бұлай болу керек, қыздар. Осылай болу керек. Сәлематсыз ба? Сіздің тіліңіздің положениясы осындай болу керек. Сіз мұрынмен демалуыңыз керексіз. Сіз жұтқан кезде сіздің тіліңіз ана таңдайды итеріп барып, кәдімгідей сондай бір не мощный сондай не итерілісті сезесіз. Енді осы жаттығуды жасаймыз. Енді біз мына жақ тағы да екінші рет жасайық. Қолымызды мына жаққа қоямыз, міне.
барынша қолды былай мына жерден тартасыздар. Басты былай кішкене шалқаямыз міне. Сөйтеміз да тілді қиғашынан тартамыз. Екінші жаққа жасаймыз. Екі реттен. Қолды аламыз, былай тартамыз. Бүйтеміз да басты мына жаққа қарай. Құлақты потолокқа қарай тартып тұрасыздар. И басты кішкене шалқайтамыз да тіл шығарамыз. Тағы да. Кеттік. Қыздар, лайк басыңыздар, қыздар. Құрметті менің 80 мың көрерменім, лайк баса отырыңыздар. Сіздерге мен мощный техника көрсетіп отырмын. Это техника остеопатическая. Бұндай техниканы ешкім көрсетпейді деп өзім мақтап қояды. Лайк басыңыздар, қыздар. Не сұмдық мынау менде 2-де 4 қана қыздар. Елдердің эфирлерінде 80 лайкқа дейін отырады. Лайктарыңызды басыңыздар. Біз бүгін керемет жұмыс жасадық қой. Мына жақтан бастап бүткіл денемізге жасадық. Енді тілге келдік, қыздар. Біз аяқтан бастап мына бүткіл денеге жұмыс жасадық бүгін. Енді тілге келдік. Тіл, ол тілдің положениясы, қыздар, біздің бетіміздің положениясы, бетіміздің красотасы тілге байланысты. Потому что тіл мощный, ең мощный бұлшық ет осы біздің недегі, бас сүйегіндегі. Енді екінші жаққа, екінші рет ұстаймыз шынтақтан и басымызды. Осылай и нені құлақты потолокқа тартамыз. Тартық и шалқаямыз. Кішкене артқа шалқаямыз. И тілді шығарамыз. Түсінікті ғой да, енді біз қолымызбен аламыз да, мына жерімізді уқалап жібереміз. Өйткені осы жерді уқалап босатқанда тіліміз босайды, қыздар. Біздің мына жерімізді уқалаған кезде, қыздар, тіл босайды, тілдің түбі босайды. Осы тілдің түбін тартып тұратыны осы бұлшық ет. Осы жерімізді аламыз да уқалап жібереміз. 1, 2, 3. Қалай уқалайсыз, это ваша проблема. Тағы да мына жақты тілдің түбін босату үшін біз осы жерді, мына жерді уқаламыз керек. Тілдің, чтобы түбі босау үшін, бірінші осы трапециевидный мышцаны босатып, әсіресе мына жерден өтетін, жаңа тартқан кезде білінді ғой да, тілімізді жоғарыға тартқан кезде біздің мына жеріміз напрягается. Осы жерімізді босатып аламыз. Бір, тағы да айландырып жібереміз. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И кішкене тілмен жұмыс жасап жібереміз. Тілдің ұшын мына ненің астына апарамыз. Мына 2 тіс қой да, тістің таңдай басталатын жерге былай тілдің ұшын қоясыздар. Сөйтесіздер, тілдің артқы жағында былай көтеріп, таңдайда ұстайсыздар. Енді мынандай жаттығу жасаймыз. Біз тілмен таңдайды итереміз да, астыңғы жақты ашамыз. Ол былай. Сәлеметсіз бе, сіздің алыңыз кімге аттығы бересіз бе? Егені. Не дейді? Түсінбедім. Нешедесіз қипия болмаса, бетіңізге не жасағасыз дейді. Ай жарқын жаным, рахмет, осындай дым жасамаған бетіме. Наоборот, менің бетім қисық, қыздар. Наоборот, менің бетім не? Жаңағы, менің бетім андай асимметрия менде, қыздар. Тек дене жаттығу, рахмет, ай жарқын.
оның қазір сіздерге кішкене артынан айтып өтем, жаттығуларды қарап отырыңыздар. Сосын беттің қалай жарқырататынын мен айтып отырмын. Именно бетті жарқырату туралы менде августте сабақ болады. Ол біздің мына ішек қарынға байланысты. Ішек қарындағы микробиоты деген бізде 7 түрлі микробиот болады біздің ішек қарында өмір сүретін. Сол болса сіздің бетіңіз жылтырайды. Біз соны көбейтетін сабақ болады бізде. Бағасы 10 000 теңге болады. Именно бізге қызмет ететін микробиоты деген 7 түрлі микробиот адамның ішек қарында өмір сүреді екен. Сон дұрысталған кезде сіздің ішкен витаминіңіз де, сіздің коллагеніңіз де бетіңізге шығып тұрады. Именно солар ары қарай витамин мен коллагенді ары қарай денеге тарқатып дамытатын сол 7 микробиоты екен. Ал парабены 7 микробиоты и пробиотики екен. Ал парабены деген бізде тағы да квартиранттар бар екен. Біздің денемізде өмір сүретін парабены деген квартиранттар бар екен. Олар наоборот бізге түскен бүткіл витаминді, коллагенді жеп қояды екен. Түсіндіңіздер ма? Соған келесіздер. Ол менде августте болады. Оның бағасы 10 000 теңге болады, қыздар. Ол біздің ішіміздегі именно ішек қарындағы микробиоты, рахмет, Мурат, дұрыс айтасың. Пробиотики, микробиотики соны белсендіреді. Соның жұмысын арттырады. Солардың қайтадан соларды тірілтеді. Ал парабены деген бізде еще нелер бар? Жителдер бар да, біздің денемізде өмір сүретін парабен. Олар наоборот бізді жейді. Біздің ішімізге түскен көкөністі де жейді, бәрін жейді. Сіздің бетіңізге, денеңізге бармайды еш нәрсе. Түсіндіңіздер ма да? Сондықтан августте менде микробиоты деген сабақ болады. Микробиоты деген сабақ, ол біздің, сіз қыздар залға бармай-ақ жүдейтін боласыздар. Бетіңізге массаж жасамай-ақ сіздің кожаңыз, сіздің бұлшық етіңіз упругий, эластичный болады. Представляете? Ана микробиоты деген сабақ енді бомба. Мен оны қазір өзім өтіп жатырмын. Ол 10 000 тұрады. Мен оны өзім қазір басымнан өткізіп жатырмын ол сабақты да. Мен әбден оны шайнап, түсініп болғаннан кейін сіздерге предлагать ететін боламын. Мен оны өзім пәленбай сомға алып жатырмын, а сіздерге бар жоғы 10 000 теңгеден сататын боламын. Потому что российский тренерлердің сабақтары өте қымбат, қыздар. Сондықтан 10 000 теңге дым қымбат емес, қыздар. Рахмет, Мура. Сондықтан сол микробиоты деген сабақта біздің ішек қарнымыздың, біздің бетіміздегі әжімдеріміздің барлығы сол микробиота мен пробиотиктерден 100% зависит екен ғой. Сіз қанша коллаген ішіңіз ана сатып алып ақшаға, сіздің коллагеніңізді лямбалар, парабендер жеп жатыр ғой. Сіздің бетіңізге, шашыңызға барып атқан жоқ олар. Оларды ішек қарында біз оларға жаңағы желеобразный, біздің неміз желеобразный ғой, коллагенді, соларға күшті домик екен ғой, желе сияқты жаңағы средада, сол күшті домик екен. Түсіндіңіздер ғой да? Все, тілімізге былай жаттығу жасаймыз енді. Тілімізді созып алдық, тілдің түбін созып алдық. Енді біз қолымызды, лайк қойып жіберіңіздер, біз қолымызды енді қара құсқа қойып, басымыздың артын, енді тілдің мына жақтан создық қой, енді біз жоғары жақтан созамыз. Түсіндіңіздер ғой да? Қараңыздар, рахмет. Енді біз мынандай жаттығу жасаймыз қазір. Біз бұл жаттығуды мен постоянно любой эфирде мен көрсетуге ерінбеймін. Бұл жаттығу мощный жаттығу. Қазір тыңдап, тек лайк қойып отырыңыздар, қыздар. Біз қазір мына жамбас сүйекті, как Майкл Джексон алға қарай былай бұраймыз мына. Сөйтеміз да қолымызды замок қылып, біз қара құсқа былай қоямыз. Сөйтеміз де демді ұзақ, демді алған кезде қара құстан былай өзімізді тартамыз. Сол кезде біздің мына жақ кіріп кетеді ішке. Иек ішке кіріп кеткен кезде біз иекті алға қарай тартамыз, қыздар. Осылай тұрамыз. Сосын біз ішті босатамыз. Жаңа деп дем алдық қой да. Сосын енді іштен дем шығу керек қой. Біз енді деп
іштен дем шығарған кезде біз қара құстан тағы да өзімізді жоғары қарай көтереміз. Мына жамбас сүйектің тұрғаны тұрған. Бұны босатпайсыздар. Осылай тұрғаны тұрған. Поехали. Тағы. Біз дем шығарған кезде тағы да көтереміз. Тұрмаймын ары қарап. Енді қараңыздар. Жасайсыз. Міне жамбас сүйекті, міне жамбас сүйекті алдыға қарай бұраймыз. Сөйтеміз да қолымызбен қара құстан ұстаймыз. Сөйтіп біз деп демалған кезде қара құстан ұстап басты жоғары қарай тартамыз. Сол кезде біз астыңғы жақты алға шығарамыз да иек бүйтіп кіріп кетеді. Бізде бүткіл омыртқада созылыс пайда болады. Созылыс пайда болады. Осылай тұрасыздар 1-ден 5-ке дейін. Просто спокойно демалып тұра бересіздер. 1-ден 5-ке дейін санап қыздар. Түсінікті ғой да? Операция жасалған 1 ай болды. Онда ешнәрсе керек емес сізге. Просто қараңыз қыз. Осылай тұрасыздар. Сосын біз жаңағы демалған демімізді шығаруымыз керек қой. Соны шығарған кезде біз тағы да тартамыз. Неге? Неге сұрақ қойыңызшы? Неге біз демалғанда да тартамыз, еще дем шығарған кезде де тартамыз деп сұраңызшы. Неге деп? Неге олай? Потому что біздің мойындағы бүткіл бұлшық еттер қабырғаға байланған. Біздің мойынның бұлшық еті келеді, мына қабырғаға байланады. Ары қарай қабырға бұлшық еті болып кетеді. Біз демалған кезде, деген кезде біздің қабырға жоғары қарай көтеріледі. Біз сол кезде мына қабырғамен бірге басымызды потолокқа қарай жоғары көтердік. Енді біз ауа шығарған кезде деген кезде біздің қабырға төмен түседі. Сол кезде біз тағы да басты жоғарыға көтерген кезде біздің мойынның бұлшық еттері созылады. Созылады. Бұл жерде фишка именно дем шығарғанда. Біздің мойнымыз өседі. Мойын ненің ішінен шығып кетеді. Мына қабырғаның ішінен мойын шығып кетеді. И жанында қаптап тұрған бұлшық еттер қысқарып кетеді ғой. Солардың бәрі созылады қыздар. И, конечно, холка кетеді еще. Еще біздің артымызда омыртқа созылады. Түсіндіңіздер ғой, да? Поехали. Міне, ұстадық, міне. И, как Майкл Джексон, нені жамбасты алға қарай. Сол кезде сіз қара құстан ұстап, өзіңізді жоғары қарай тарта бересіз. Сол кезде бізде и холка кетеді. Холка деген сөз майысқан омыртқа. Сол жерде омыртқа түзеледі, и холка кетеді. Еще біздің бүткіл мойнымыз мына ненің қабырғаның ішінен мойын шығады. Майкл Джексон. Я люблю Майкл Джексон. Я жақсы ғой, Мура. Тағы да 3-ші рет жасаймыз. Қойды. Қара құсқа. 2 шынтағы 2 жақта. Как Майкл Джексон алдыға қарай бұраймыз. Астыңғы жақты шығарамыз. Кім жасады? Кім жасады? Кім жасады, қыздар? Натяжение сездіңіздер ма? Натяжение сездіңіздер ма? Қош келдіңіздер, қыздар. Клубқа жазылып алыңыздар. Клубтың бағасы 5000 теңге, қыздар. 5000 теңге. Сол жерден ашып жасай бересіздер. Понимаете? Не қол босамай жатыр, сездім дейді. Қайта көрсетінші.
Последний раз көрсетем, лайкты жаудырыңыз сіз үшін. Мен жасатын жасым 63-те, супер. Последний раз жасаймыз. Именно вот сіз үшін жасаймын да, қайта көрсетіңізші деп. Сіз лайк басып отырыңыз. Лайкты жаудырып отырыңыз. Последний раз түсіндірем и последний раз көрсетем. Мына жамбас сүйек біздің. Бізде артымызда мынандай не бар? Мына ойық бар, мына. Көрдіңіздер ғой да? Любой 98% қызда осындай ойық бар, келіншекте, то есть. Бұл не ойық бізде? Бұл ойық біздің арқамыздың бұлшық еті слабый, біз екі қабатпыз, и біздің денеміз бүйтіп кетеді, мына. Ұстай алмайды, не майса да омыртқа бүйтіп майысып кетеді. И ол былай салбыраған кезде мына жақтағын бәрін түсіріп кетеді. Біз қазір, представьте себе, да, біз қазір бір 4 қоянды бір оқпен атып атырмыз. Мына жамбас сүйекті біз алдыға қарай осылай бұраған кезде, и қолымызды алып, мына неге қойған кезде, мына қара құс бар ғой, мына жерде, қара құсқа осы замок қойып, енді біз дем алған кезде өзіңізді деп потолокқа қарай басымызды тартамыз. Осылай тартамыз. Мына жамбасты бұраймыз. Сол кезде бізде не болады? Жамбас бұралған кезде бүткіл біздің артымызда позвонокта не болады? Натяжение болады. Менде ужасный, прямо осы жерімде ужасный, менде не бар? Жаңағы ойық бар, прям, да? Кәдімгідей. Кезінде ешкім маған бұны айтпаған. Екі қабат болардың алдында, күйеуге шығардың алдында. Ана арқаңды качать ет, ана арқаңды качать ет. Қыздар ішті кетіру үшін ішті качать еттің қажет жоқ. Ішті кетіру үшін арқаны качать ету керек, қыздар. Түсіндіңіздер ма? Арқа тік бүйтіп біздің немізді, омыртқамыз ұстаған кезде біздің бел омыртқамыз бүйтіп майысып алға кетіп қалмайды. Былай тұрады, өйткені арқада бұлшық ет мықты болған кезде. Сол кезде былай майысып кеткен кезде біздің беліміз мына жердегі бүткіл ішек қарынның бәрі алға қарай бүйтіп шәмпиіп шығады. Ладно, болды, ауытқымаймыз. Міне осылай. И мына жерімізден былай ұстадық та, обязательно демаламыз как пылесос. И екі шынтар, екі жаққа. Демалдық. Енді астыңғы жақты шығарамыз. И тұрамыз осылай. Задержка дыхания. Енді жай ауа шығарған кезде жамбас орында тұрады. Біз деген кезде тағы да қара құстан жоғары қарай көтерілеміз. Тағы да жамбас сүйекті бұраймыз алдыға қарай. Міне қолымызды аламыз, шынтақ мына жерден қоямыз. Неге? Қара құсқа. И мына екі саусақ мына жерден, мына жерден алдыңғы мойынның бұлшық еттеріне фиксация жасайды. Міне. Етемізді біз енді дем аламыз. Дем алған кезде біз өзімізді қара құстан потолокқа қарай созамыз, көтереміз. Өзіміз көтереміз. Деп осылай көтерілеміз. Енді 1, 2, 3, 4, 5 деп санаймыз да, астыңғы жақты шығарып тұрамыз былай. Енді іштен ауаны шығарған кезде тағы да көтереміз. Түсінікті ма? Қыздар, түсінікті ма? Сәлеметсіз бе? Дұрыс айтасыз, менің белім ішіне кіріп кеткен. Вот, қолтық астында лимфаны қалай жұмыс істетеміз дейді. Міне. Осылай біз не істедік? Бел омыртқаны орнына қойдық. Өйткені біз жамбас сүйекті, міне, жамбас сүйекті алдыға қарай бұрау арқылы бел омыртқаны кішкене де болса азайтамыз. Бел омыртқадағы ямканы. И сөйтіп басымызды, міне, қара құстан ұстап, өзімізді жоғары қарай көтереміз. Сол моментте біз астыңғы жақты ауа шығарамыз. 1-ден 5-ке дейін санаймыз.
Сосын енді тістің арасымен ауаны шығарамыз, демді ұстап тұрамыз. Деп ауаны шығарған кезде мына жамбас тұра береді осы жерде осылай. Сөйтеміз де біз тағы да ауа шыққан кезде қарақұстан өзімізді тағы да жоғары қарай көтереміз. Бұл жерде біз мойынның бұлшық етін создық. Орнына қойып, мойынды шығардық. Белі омыртқадағы ойықты кішкене де болса жаздық. Холканы создық. Өйткені холка деген майысқан омыртқа. Холка деген бітіп майысқан омыртқа міне. Холканы жаздық. Сосын 12-ші атлант деген бізде сүйек болады. Соны бастың ішінен шығардық. И алдыңғы жақты алға шығару арқылы еще астынан жамбас сүйекті бұрау арқылы біз мына бастың ішіне кіріп кеткен сүйекті былай шығардық тартып. Бұл жерде біз 4, 5, 6 қоянды бір оқпен атып отырмыз, қыздар. Представьте, какой мощный жаттығу. Сіздің мойныңыз өседі. Сіздің мойныңыздағы бұлшық еттер біз деп демалып деген кезде, мына қабырға төмен түскен кезде, біз жоғарыдан былай фиксацияға ұстап тұрған кезде, мына бұлшық еттер созылады. Бел омыртқадағы ямкаға тоже жазылады. Арттағы холка жазылады. Бастың ішіне кіріп кеткен 12-ші омыртқа шығады. И, конечно, бетімізге расслабление кетеді. Тілге әсіресе. Өйткені тілдің арты, тіл деген маңдай. Тілдің тек біз ұшын көріп тұрмыз ғой, тіл бұлай бетіп жатыр, міне. Бастың бүткіл несіне тілдің бұлшық еті осылай, мына мысалы бас болса, міне, бұлай жатыр тіл. Я? И осылайша біз еще тілдің түбін босаттық. Тілді енді бұлай істейсіздер. Ұшын қоямыз тістің артындағы неге, жаңағы купылға. И бүткіл тілді сосын көтереміз. Бұлай мысалы ұшын қойдық, да, қараңыздар. Ұшын қойдық тілдің. Міне, ұшын қойдық. Не жерде уже біздің таңдай басталады. Бірінші ұшын қоясыздар, сосын тілдің артын бүйтіп көтересіздер. И сөйтіп глоток жасаймыз. Деген глоток жасаймыз. Сол кезде сіздің таңдайыңызды тіл жоғары қарай итеріп барып, жұтқыншақ қимылдайды. Осы ең правильный положение. Тілді осылай ұстасаңыз, осылай суды жұтып жүрсеңіз, сіздің бетіңіз былай ашылады. Түсіндіңіздер ғой, да? Осылай 10 рет демаламыз. Тілді осылай қойып қойып демаласыздар. Біз демалған кезде біздің мына жеріміз расширяется. Тілді осылай ұстап демалған кезде. Бұл бірінші жаттығу, екінші жаттығу. Тілді тағы да солай қоямыз. Енді тілмен таңдайды итереміз де астыңғы жақты түсіре береміз. Ол былай болады. Міне екінші иекке арналған жаттығу осы. Жұлдыз екінші иекке арналған, міне көрсетіп жатырмын ғой. Осыны жасап жүрсеңіздер, екінші иек болмайды. И жағыңыз мына тілден астыңғы жақ босайды. Біздің тіл астына былай түсіп кеткен кезде, мына біздің астыңғы жақты артқа қарай тартады. И кішірейіп қалады. Мен соны кеш білдім, қыздар. Көрдіңіздер ғой, да, менің жағым дамымай қалған. Мен осыны 40 жасында білдім. Егер мен оны ертеректе білген кезде, менің астыңғы жағым дамып, еще мынандай жоғары болып, еще үлкен болар еді. Бұл и так со временем біздің астыңғы жақ отырып, кішірейіп кетеді бүйтіп. И так өзі, да? А оған еще тіл қосылса, тіл мына астына тұратын болса, мына біздің астыңғы жақ өспей қалады. Түсінікті ма?
Су ішіп алайын, аузым көпіріп кетті. Енді былай жасайсыздар. Ыдыс жуып атасыз, үй жинап атасыз, былай жүресіздер. Итереміз таңдайды. Осылай жұмыс жасайсыз, үй жинап жүресіз, осылай жасап жүресіз. Деп. Түсіндіңіздер ғой? Не жеп ақылды боласыңдар осы дейді. Алладан келіп атқан ақыл деп қойын да. Оқып қой, құрсын, оқып қыздар, оқисыздар. Енді ары қарай кеттік. Екінші жаттығу. Енді тілдің ұшын тағы да тістің артына қоямыз. Тістің артына емес, прям тістің, мысалына тіс болса, кішкене тістен кейін мынандай ет бар ғой да, и сосын барып бізде таңдай басталады. Соның таңдайтын басталатын жеріне тілді қоямыз. И сосын көтереміз тілді. Полный тілдің денесін таңдайға көтереміз. Енді тілдің ұшымен тістің артындағы купол мынандай, тістің өзін емес көтеріледі, и мына жерде біздің не басталады, таңдай басталатын жерге тілді қоямыз да, біз алға қарай итереміз. Сол кезде астыңғы жақ алға шығады. Сол кезде сіздің ерніңіз үлкейеді, ерніңіз әдемі болып қайырылады. Міне жеріңіздегі әжім кетеді. Тоже ыдыс жуып жүресіз, бір нәрсе істеп жүресіз. Түсінікті ғой, қыздар? И әрине, просто былай тұрған кезде тіліңізді жоғары таңдайға ұстаңыздар. Рахмет, Боташжан, рахмет. Кәдімгі айна керек емес, жаттығу. Суретке түсесіз, рахмет жаным. Суретке түсесіз, бір әсіресе жас қыздарда бір 3 айда колоссальное изменение кетеді. Ал біздер енді 50-ге жақындап қалдық қой. Біздерге бір жылдай жұмыс жасау керек қой. Өйткені бізде уже қатып, бәрі цементтеп біткен да. И әрине менің остеобас сабағыма келіңіздер. Остеобас сабағында именно бастың сүйектеріне расслабление беріп, осы жаттығуды жасаған кезде сізде 3 ай 4 айда результат болады. Өйткені жалғыз бұл осының өзін жасап жүретін болсаңыз, 1 жыл 6 ай жасайсыз. А когда сіз бүткіл бастың сүйегімен жұмыс жасаған кезде жұмыс тез кетеді. И, конечно, еще біз, чтобы бастың жұмысын жақсарту үшін, біз жамбас сүйекпен жұмыс жасауымыз керек. Жамбас сүйегімізді босатуымыз керек. Өйткені бастың сүйегі мен жамбас сүйегі бір тұтас, бір неде жатқан дүние. Оның арасындағы омыртқа еще диафрагма. Осының бәрі менде остеобас сабағында бар. Рахмет баршаңызға, өзімізді сүйеміз. Конечно, осы сабаққа келесіздер. Остеобас сабағын аласыздар. Кім осылай жұмыс жасақсы келеді? Остеобас деген сабақта бізде именно бастың сүйегімен, әрбір бастың сүйегіне расслабление беріп, әрбір бастың сүйегін біз жылжытамыз. Сол кезде мына тілмен жұмыс тез кетеді, қыздар. Тез кетеді. Әрине жамбас сүйегімен жұмыс жасаймыз. Диафрагмамен жұмыс жасаймыз. Табанмен, аяқпен, өшін. Барлығы қыздар тұтас жатқан дүние ғой. Түсіндіңіздер ма? Баршаңызды сабаққа шақырамын. Бағасы 10.000 теңге. И сіздер еще менде тағы бөлек сабақ бар. Наивок осанка, наивок живот деген сабақ бар. Ол сабақты бодифлекс жасай алмай жүрген қыздар алады. Менде бодифлекс тегін қыздар. Менде вакуум живота тегін. Вакуум животаны кім жасай алмайды? Ол қыздар наивок осанка мен наивок ішке келеді.
Оның фишкасы 7 минут, қыздар. Рахмет, Боташ. Оның фишкасы 7 минут жасалынады. Оны ұйықтар алды жасайсыздар да, ары қарай сіз ұйықтап кетуіңіз керек. Ол сіздің бүткіл позвоночный столбыңызға расслабление береді. Оның ішіндегі нерв жүйесі бар ғой, біздің омыртқадан бүткіл денемізге нерв системасы, нерв жүйесі омыртқадан тарқайды. Сол нервқа, бүткіл біздің нерв жүйемізге расслабление кеткен кезде, сіздің бетіңізге расслабление кетеді. Өйткені жалғыз массажбен біз еш нәрсеге қол жеткізе алмаймыз. Біздер бірінші бұлшық етті расслабление беруіміз керек. Екінші нерв системасына біз босаңсыту жұмыстарын жасауымыз керек. Сол кезде сіздің тырысқан бетіңіз босайды. Түсіндіңіздер ғой да? Сондықтан менде нейвок осанка деген сабақ бар, и остеобас деген сабақ бар, и 3D лифтинг деген сабақтар бар. Осы әр қайсы 10-10 мыңнан. Ал клуб менде 5000 теңге. Клубта осындай эфирлер сақталады. Клубта тоже мощный, там тоже много чего. И 3D лифтинг деген 3D лифтингті қыздар соңынан өтесіз. Ең бірінші нейвоктан бастау керек, нейвок осанкадан бастау керек. Сосын остеобасқа өту керек. Остеобастан кейін бар 3D лифтинг жасау керек. Өйткені остеобас деген бүткіл сүйекпен жұмыс. Сосын барып 3D лифтинг, ол жерде біздер шандырлармен, желімдермен, біздің денеміздегі байламдармен жұмыс жасаймыз. Бұлшық етпен емес. Ең бірінші біздің денемізді тырысатын шандырлармен, байламдар и желімдер. Осылар тырысады бірінші очередь. Бұлшық еті тырыстыратын осылар. Бұларды жұмсақ сүйек деп айтады остеопаттар. Мягкие кости дейді. Жаңа нені? Фассы, связки дейді олар. Фассы, связки дегендерді мягкие ткани деп айтады. Ой, мягкие кости дейді, кешіресіздер. Мягкие кости. Бірінші солар тырысады, сосын бар бұлшық ет тырысады. Сондықтан, и, конечно, августе менің еще жаңа сабағым микробиоты деген сабақ ашам. Ол біздің именно ішек қарымыздағы өмір сүретін керекті микробиотпен пробиотиктерді көбейту туралы. Қалай біз іштен жарқыраймыз, қалай біздің ішкен коллагеніміз бетке шығады, қалай біздің бетіміз жылтырап тұрады. Неге кореянкалар, қытайлардың беттері жалтырап тұрады? Неге? Неше түрлі тамақты деген мынандай кесемен қойып алып, орып жеп отырады да, бірақ апарық. Неге? Өйткені олардың ішіндегі пробиотик пен микробиотиктер орнында. Өйткені олар бәле-патардың бәрін жейді. Біз сияқты тек ұн мен етте отырған жоқ. Ұн мен ет біздің постоянно ұн мен етте отырсақ, біздер қыздар ауыр тамақтарда отыратын болсақ, микробиоты, пробиотики өліп кетеді екен ғой. Іште тек парабендер қалады екен. Паразиты, парабены іште қалады екен. Олар тамақты жегізетін солар екен ғой. Тәттіні де, жирныйды да, нанды да жейтін бірінші солар екен. Когда біздің ішімізде микробиоты мен пробиотики көбейген кезде мыналар ұтылады да, мыналар ұтылып, сіздің ішіңізге түскен любой жирды, ана микробиоты без зала, без фитнес-зала, без всяких физических нагрузок сжигать етіп жібереді. Неге сіз жас кезіңізде қанша тамақ жесеңіз де семірген жоқсыз? Нормально жүрдіңіз. Неге? Біз жас кезімізде любой нәрсені орып жетіп, бірақ біз семірген жоқпыз қатты. Өйткені микробиоты мен пробиотики бізде 100% жұмыс жасап тұрды. А бірақ ол уже 25-тен кейін уже өле бастайды, азая бастайды, бір 10% ғана қалады. Қалған жерінде парабены бізде жұмыс жасап бастайды. Түсіндіңіздер ғой да? Неге біз жас кезімізде любой нәрсе жесек де бетіміз жалтырап тұрды? Бірақ қазіргі жастарда жалтырамайды, өйткені олардың тамақтары дұрыс емес. Қазір мына заманда, современный заманда не көп фастфуды, всякие неполезный тамақтар көп та, уже қазіргі жастардың өзінің беті жылтырамайды уже. Неше түрлі тонна жаңағы беттеріне не жағып алады, жаңағы декоративный косметиканың тонна беттеріне үйіп алады да, сонымен жалтыратып жүреді. Ана бір жалтырайтын заттарды жағып алды да, іштен өздерінде жарқырау жоқ. Сондықтан
Қыздар, баршаңызға рахмет, сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Лайк басқан жандардың бәріне Алла разы болсын. Сондықтан рахмет, қыздар. Бетім Корея болып тұратынса, менің бетімде қазір еш нәрсе жоқ, қыздар. Мен қазір сол микробиоты деген сабақты оқып жатырмын. Соны мен қазір қолданып жатырмын. Сондықтан сіздерді де августте сол сабаққа шақырамын. Бағасы 10 000 теңге. Мен августте ол сабақты ашамын. Микробиоты деген сабақ ашылады. Соған обязательно қатысыңыздар. Сіздің бетіңіз микробиотыдан өткен кезде мен бір жасап жатқанына бір 10 күн болды, қыздар. 7 күнде результат береді. 7 күнде бетіңізді жарқыратады. 7 күнде денеңізді жиырады. 7 күнде денеңіздің бұлшықетін қатайтады. Представьте. Я бар инстам, бірақ мен инстама көп адам кіре бермейді. В основном мен осы тиктоктан алады. 7 күнде результат береді. 7 күнде береді. Ары қарай сіз оны ары қарай дамыта берсеңіз, залсыз іштің майын кетіруге болады. Залға бармай-ақ, енді ойбай деп жаңа тек микробиотаға отырып алуға болмайды. Надо и физически тоже заниматься, бірақ соның өзінде де керемет результат береді, қыздар. Залға бармай-ақ, бетіңізге массаж жасамай-ақ, сізде подтяжка лица кетеді. Мына неңіз, бетіңіздің бұлшық еті қатаяды. Теріңіз қатаяды. Представьте, микробиоты деген сабақ, это вообще бомба. Менің ұстазыма мен 1000 алғыс айтамын. Бүткіл менің сабақтарым, осы сіздерге көрсетіп жатқан менің ұстазымның сабағы. И соның осы жаңадан қазіргі ашып жатқан, жаңадан өзі Европадан оқып, бізді үйретіп жатқан сабағы микробиоты. Менде кетпеген бе әлі? Сіздер менің бұрынғы түрімді көрсетейін қазір. Қазір, подождите, я вам покажу бұрынғы түрімді. Бұйырса кетеді, қыздар, бұйырса кетеді. Қазір бұрынғы түрімді көрсетіп жіберейін сіздерге. Мен ол шықса қазір. Міне менің бұрынғы түрім. Мен мына жерде 33-темін, қыздар. Көрдіңіздер ма мен бұрынғы түрімді? Көрдіңіздер ма, қыздар? Мынау мен 33 жасым. 98 ба, құдай-ау, сондай килограмм мына жерде мен. Бір қызым бар тек. Бұрынғы күшті дейді. Рахмет, жаным, рахмет. Әркімнің вкусы әртүрлі ғой енді. Мынау менің 33 жасым. Менің сабағыма келесіздер. Қалай салмақ тастадым дейді. Менің сабағыма келесіздер. Ол жерде жалғыз бізде салмақты ұстау емес, бүткіл дене, бет, еще бүткіл ішек қарындағы әрбір клетка. Айтып тұрмын, микробиоты деген сабақ клеткаларды тазарту сабағы. Рахмет, сәлем. Айгүл ханым, рахмет. Түсіндіңіздер ғой, да? Сондықтан қазіргі жаңадан августте өтетін сабағым это бомба. Мынау бірақ менің нейвок, осанка, іш деген сабағымда бомба. И остеобас, 3D лифтинг, бодифлекс, қыздар. Бодифлекс менде подаркаға беріледі. Бодифлекс әр қашанда подаркаға жүреді, қыздар. Бодифлексті мен тегін көрсетемін. Тегін фишкалармен бөлісемін. Мен бодифлексті аямаймын. Кім үйренгісі келсе, бодифлекс, пожалуйста, қыздар. Потому что бодифлекс біздің ішіміздегі жаңағы микробиоты бар ғой, біздің ішіміздегі соны көбейтеді. Парабендерді өлтіреді, микробиоттарды көбейтеді. Өйткені біз бодифлекс жасаған кезде, мұрнымызбен дем алған кезде, кислород барған кезде ішімізге дуф етіп. Оларға кислород керек емес, олар кислородта өмір сүрмейді. Оларға кислород как от сияқты, оларды күйдіріп жібереді. Түсіндіңіздер ғой? 64-те дейді. Сабаққа келіңіз. Мен сабағыма келіңіз. И, конечно, августте болатын микробиоты сабағына келіңіз.
конфетка боласыз. Менің любой сабағымды алыңыз, любой сабағым, нейвок осанканы аласыз ба, остеобасты аласыз ба, 3D лифтингті аласыз ба, любойын алыңыз. Бәрінде жамбаспен жұмыс бар, бәрінде денемен жұмыс бар. Любой сабағын алыңыз, или жоқ дегенде клубты алыңыз 5000 теңгеге. Сосын августте болатын микробиоты деген сабақ басталады. Соған келесіздер. Ол сабақ енді қыздар, біздің бетімізде әжім, қыздар, туылғаннан болады. Представьте себе. Біз дүниеге қалай келдік, сол кезден бастап бізде әжім болады, қыздар. Әжім болмайды емес, бізде туылғаннан бастап Ақтауда тұрам. Онлайн сабақтың барлығы. Телеграм каналда болады, сол жерге келіңіз. Біз туылғаннан бастап бетімізде әжім болады, қыздар. Неге біз жас кезімізде бетімізде әжім көрінбейді? Өйткені бізде микробиоты, мына ішек қарымыздағы супер жұмыс жасайды. 10 000 теңге. Супер жұмыс жасайды. Керекті коллагенді бетке апаратын коллагенді апартқызады, керек емес жирді жойып жібереді, бүткіл керекті витаминді өзінің назначениесіне апарып отырады. Сол кезде сіздің бетіңіз ылғалданып, іштен ылғалданып тұрады. И сіздің түнде жатқан жаңағы складка болып қалған әжімдеріңіз, сіз таңертең тұрған кезде фук етіп жазылып кетеді. А когда сіздің жасыңыз келген кезде сізде іштен ылғалдандыру жоқ уже. Микробиоты все өлген. Айнұр дейді. Өлген. Мына жақ құрғаған, как гүлге су құймай қалсаңыз, гүл солып бастайды ғой. Сіз сәл бүйтіп жатсаңыз, әжім түсіп қалады. Сәл бүйтсеңіз, складка болып қалады. Өйткені іштегі микробиоты жоқ. Жаңағы заттарды апарып орнына қоятын. Түсінікті ма? Мен ешкім телефонын сақтай алмаймын, Ләззат ханым, менде адам көп. Ешкімнің телефонын сақтай алмаймын, кешіресіз. Баршаңызға рахмет, өзімізді сүйеміз. Какие мы молодцы. Өзімізді жақсы көреміз, потому что барлық нәрсе ол сіздің қолыңызда. Только сіздің қолыңызда и сіздің шешіміңізде. Сізден басқа ешкім сізді төменнен бетіп қолыңыздан ұстап, былай бетіп шығармайды. Тек өзіңізді өзіңіз көтеріп, өзіңізді өзіңіз алып жүресіз. Все. Түсінікті ма? Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Баршаңызға күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін менде кешке эфир болмайды. Сабақ басталатын уақытты білгіңіз келсе, онда менің клубыма жазылыңыз 5000 теңгеге. Сол жерде айтылады барлығы. Сау саламат болды. Ринат, рахмет. Рахмет жаным, сау саламат болды жатыр. Неге жазыласыз? Клубқа жазылыңыз. Сол клубта хабарланады. Бірінші очередь мен өзімнің клубымның қыздарына айтамын. Менің клубыма жазылған қыздар 5000 теңгемен кіреді. Өйткені бағасы 10 000 теңге ғой. Кім клубқа кіріп 5000 теңгеге қазір жазылса, августтегі микробиоты деген сабаққа 5000 теңгемен кіресіздер. А егер бұлай кіретін болсаңыздар, онда 10 000 теңге болады. Дача ма? Супер ғой. Менің клубыма тіркелетін болсаңыздар, қай қалада? Ақтау қаласы, бірақ телеграмда. Бұл жерде қала не имеет значение. Кәдімгі телеграмдағы клуб бар. Сол жерге сіздер тіркелесіздер. Сол жердегі жаттығуларды, эфирлерді қарайсыздар. Сосын кейін августте басталатын микробиоты деген сабаққа 5000-нан сіздер кіресіздер. 5000-нан кіресіздер. Ал августте болса, онда 10 000 теңгеден кіресіздер. Августте кіретін болсаңыздар. Сау болыңыздар, қыздар. Клубтағы қыздар 5000-мен кіреді. Сондықтан әзірден клубқа жазылып алыңыздар. Мына номерге хабарласасыздар, қазір тағы да қойып қояйын. Осы номерге WhatsApp-қа шығасыздар. Сосын қыздар, представьте себе, микробиоты сабағында елдердің, мен енді жаңадан кіріп жаңадан үйреніп жатырмын, ол сабақты я пропустила, ақшам болмай. Ал бұрыннан осы январдан бастап қатысып жатқан орыстардың ағарған шаштары қарайып жатыр ғой, представьте себе.
Енді ол әркімде әртүрлі дейді. Ағарған шаштары қарайып жатыр. Представьте себе. Микробиотадағы сабақ, мен ана Россияда өтіп жатқан сабағымда орыс қатындардың шаштары өздерінің ана шатен, ана бұрын нелері бар ғой, орыстардың өздерінің светіне қарайып жатыр. Представьте себе, біздің шашымыздың ағарып кетуі соларға байланысты екен ғой.